Бәріне сәлем, бір күнді бірге өткізейік. Таңғы бет күтімін жасап алып, полисорбпен су іштім. Су ішкеннен кейін таңғы серуен бар. Екі қыз шығып жүрміз әзірге. Мүмкіндігінше 6:30-7-де шығуға тырысамыз. Ауа райы осындай керемет болып тұрды. Жалпы менің шығып жүргеніме 3 аптадан асыпты. Сосын үйге қайттым. Сағат 9-да сабағым болғандықтан оған үлгеру керек. Таңғы ас осындай болды. Лецитинмен ішемін. Университетке келдім. Менікі үнемі ыстық су іздеу. Бірінші сабақ осылай өтті. Картиналар тұратын осындай санат галереясы деген жер бар. Осы жаққа келдік. Кішкене қиялдану әрине. Суретке, видеоға түсіп, келесі сабаққа қатыстық. Оны түсіруді ұмытып кетіппін. Сосын үйге қайттым. Бізде таңертең күз болып, түс қайта жаз бола салады. Сол үшін күннің ыстығына таң қалмаймыз. Киім ауыстырып алып, главный кампусқа келдім. Осы залда өтеді. Бүгін түрк дүниясы іс-шарасы өтеді. Яғни түрк мемлекеттерінің танытымы, байрақ туралы айтылды. Әр ұлт өзінен бір номер шығарды. Мынау басталып жатқан кез. Сұңғыла екеуміз қайта-қайта суретке, видеоға түсе бердік. Басталды. Мына кісілер жүргізушілері. Түркмен қыздар билейін деп жатыр. Сол кісілермен естелік сурет, видеоға түсіріп алдым. Сонымен қатар түркі халықтарының кішігірім көрмесі ұйымдастырылған. Мынау біздің туымыз. Түркмен халқы, өзбек, қырғыз, қазақ және Азербайжан халықтарының заттары басталғалы жатыр. Сахнаның артынан осылай ғана түсіре алғаным бар. Әдемі түплемді ауыстырып алдым да, сахнаның артында күтіп отырдым. Білмеймін, менен басқасының барлығы көрермендердің арасында отырды. Мен ғана сахнаның артында отырдым. Мүмкін әдет болып кеткен шығар. Сахнаның артында сыртқа шығатын есігі бар. Айтарымды айтып болған соң кішкене көрермен болайын деп залға келдім. Түрк кісілер өнер көрсетті. Өзіміздің домбырамен күй тартты. Мынау Азербайжан кісілердің биі, қырғыз бауырымыздың өлеңі, өзбек кісі мына жақта да өлең оқып жатыр. Түркмен халқы билерін көрсетті. Мына жақта тойды көрсеткен жайлары бар. Одан кейін куиз болды. Яғни көрермендердің барлығы мына QR код арқылы кіріп сұрақтарға жауап береді. Мен қайтып кеттім. Соңына қала алмай. Тағы да киім ауыстырып жиналысқа келдім. Бір күннен кейін Анкарада Наурыз фест болайын деп жатыр. Соған дайындыққа келдік. Одан кейін отогардан назатты алу үшін біраз күткен жайымыз бар. Осымен бітті.